адамзатты дамытатын, толық аяғынан тұрғызатын үш тұғыр бар да, оның шыңар биігінде дін тұрады. Оң жақ етегінде ғылым, сол жақ етегінде өнер. Дін не үшін керек? Дін жаратқан және осы әлемді жасаған Құдайды тану үшін, оған бойұсынып жағу үшін, және сол Алланы өзіңе тәңір қылу үшін керек та. Міне, сол кезде сіз жаңағы бүкіл әлемдердің сырын ашасыз да. Екіншісі ғылым. Ғылым не үшін керек? Сол дін арқылы тапқан, жаратқан иеңнің осы әлемде жасаған әлемді, материальный әлемді қалай жасаған, соның заңдылығын нақтылы ашып, оны санаңа қондыруда. Осының барлығы жаңағы екеуі болғаннан кейін, Құдайыңды танығаннан кейін, оның мына әлемді қалай жасаған заңдылығын меңгергеннен кейін, ендігі жерде соны сен де өзің Құдай іспеттес болып, өзіңнің жарық дүниедегі тұрмысыңа керек нәрсеңді жасау. Міне, то есть жаңағы үш ілімнің басын қосып, соның жемісін пайдалану. Міне сол кезде ғана адамзат дұрыс бағдарда дамиды. Егер олардың біреуі болмаса, дінің дұрыс болмаса, онда жын ойнақ болады. Ғылымың дұрыс болмаса, тек атом бомбасын ғана жасайсың. Біріңді бірін құртып жоясың, өлтіресің. Егерде өнерің болмаса, біріңді бірін дарғасасың. Сендердің істей білетіндерің только шапқылап өлтіру, дарғасу, сондай болады да, мысалы үшін. Сондықтан дағы өркениетті адамның кемеліне келіп даму үшін үш тұғыры керек, қайтып айтамын. Толық болу керек үшеуі де. Дін арқылы таза ғылым арқылы таза өнер. Сондықтан дағы, құрметті достар, осы жаңы дұрыс меңдеріңіздер. Егер де әрине жер бетінде адам болып, және жұмаққа Алланың алдына қайтарам барамын деген үміттерің болса. Ал үмітсіздік ол шайтанның ісі. Сондықтан дағы біреуің дінге тартып, біреуің ғылымға тартып, біреуің өнерге тартып, лебедь, рак да щука болмаңдар. Өйткені бірлік арқылы ғана тірлік болады. Тірлік жерде ынтымақ болады, ынтымақ бар жерде береке болады. Берекелеріңіз